Ыбырай Алтынсарин әке мен бала. Бір адам 10 жасар баласын ертіп егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп баласына айтыпты. Анау тағаны балам ала жүр депті. Баласы әкесіне, сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып жатқан манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жерге өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Бітегенеден соң және бір шие, онан біраз өткен соң және бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып айтты: "Көрдің бе, мана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп көтеріліп алуға еріндің. Енді сол тағаға алынған шиенің жерге түскенін аламын деп бір еңкеудің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есіңде болсын, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен құр қаласың", деді әкесі.